Сәуір айынан бастап бірқатар заңнамаға енгізілген өзгерістер күшіне енеді. Олар сот жүйесі, ойын бизнесі, мемлекеттік қызмет секілді бірқатар саланы қамтиды. Мәселен, енді судьялардың өзге органдарға тәуелділігі төмендейді, сауда базарларының жұмысын ұйымдастыру тәртібі жаңарады, букмекерлік кеңселердегі қазақстандықтардың бәс тіркеледі, тағысын тағы. Сондай-ақ саяси мемлекеттік қызметшілерді сенімнен айырылуына байланысты қызметінен босату институты енгізіледі. Бұл қандай институт? Заңнамаға бұдан басқа тағы қандай өзгерістер енді? Осы және өзге де сұрақтарға жауап алу үшін студиямызға мемлекеттік қызмет істер агенттігі мемлекеттік қызметті өткеру департаментінің директорын Жандос Хасен мырзаны шақырған болатынбыз. Жандос, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Енді мынау институт деп отырмыз ғой. Саяси мемлекеттік қызметшілердің сенімінен айырылуына байланысты қызметінен босату институты құрылды. Бұл қандай институт? Заңның бұл тармағы қандай жағдайда қолданылады, осыны ашып айтып берсеңіз. Қайырлы күн, рахмет студияларыңызға шақырғанына, қош көрдік. Ең алдымен саяси мемлекеттік қызметшілер, бұлар өте үлкен жауапкершілікке ие қызметшілер. Ол кісілердің тағайындалуы да, босатылуы да саяси тұрғыдан қарастырылатын мәселе. Сондықтан да бұл сенім жоғалту институты ол президенттің тікелей өзінің прерогативасы болады. Демек, белгілі бір жауапкершілікті орындай алмаған кезде президент осындай құралды қолдануына мүмкіндігі болады. Демек, саяси мемлекеттік қызметшіге үлкен бір саяси жауапкершілік жүктеліп, оны тиісінше орындамаса немесе сапасыз орындаса, президент ол мемлекеттік қызметшіні мемлекеттік қызметтен сенімді жоғалтты деген осы институт арқылы жұмыстан шығара алады. Бұл, яғни бұл институт тікелей президентке бағынады. Бұл институт тек қана президенттің прерогативасы болады. Президенттен басқа бұндай инструментті ешкім қолдана алмайды. Жақсы, заңнамада келісім шарт бойынша жұмыс істейтін қызметші деген ұғым пайда болады екен. Бұл қандай қызметшілер және қандай жағдайда жұмысқа тартылады? Негізі келісім шарттық қызметшілердің пайда болу тарихы осыдан бір жыл бұрын бізде мынау Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқаруын 2020-30 жылға дейін дамыту тұжырымдамасынан шыққан болатын. Сол тұжырымдамада бізде мемлекет басшысы осы келісім шарттық институтты енгізуге тапсырма берген. Келісім шарттық институттың ең негізгі ерекшелігі бұл азаматтар мемлекеттік қызметші болмайды. Бұл азаматтарға мемлекеттік қызметтегідей жаңағыдай шектеулер қойылмайды. Яғни бұл азаматтар нақты ұлттық жобаларға немесе мынау үкімет айқындайтын жобалар тізіміне сәйкес осы мемлекеттік қызметке бір жылға келісім шартпен келетін адамдар болады. Қазіргі уақытта біз келісім шарттық қызметкерлерді енгізу бойынша нормативті құқықтық базаны біз реттеп жатырмыз. Осы 1-2 ай көлемінде нормативті құқықтық база дайын болады. Ол жерде жаңағыдай нақты ережесі, контракттың жаңағыдай құрылымы барлығы үкімет қаулысымен реттелетін болады. Мынау енді мемлекеттік қызметшілердің жаңа ротация дейміз ғой, бір жерден бір жерге ауысу кезінде бір қандайда бір көмек беріледі, мысалы пәтер мәселесі, сол туралы айтып өтсеңіз. Ол мәселеде енді мынау қабылданған заңда бар. Негізінде өздеріңіз білетін боларсыздар, бәлкім біреулер білмейтін болар. Мемлекеттік қызметшілер ротацияланған кезде негізінде заңмен оларға тұрғын үй беру көзделген. Бірақ та енді нақты өмірге келетін болсақ, ондай пәтер қоры бізде аз, кей кездерде жетпей жатады. Сондықтан да мынау ротацияланған кезде көп кездерде мынау қызметкерлердің ротациядан бас тартуының себебі осы тұрғын үйдің болмау себебі. Осы мәселені шешу жолында осы ротация институтын ары қарай жандандыру мақсатында біз осы заңмен ротациялық төлемдерді енгізіп отырмыз. Яғни бұл төлемдер ротациялауға жатқан қызметкерлерге ғана төленеді, және де сол ротациялау кезінде ғана төленеді. Егер де ол сол лауазымнан босап немесе басқа лауазымға ауысып жатса, бұл ротациялық төлемдер тоқтатылады. Мемлекеттік қызметшілерге жаңа